Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгін біз бұрыш тақырыбын жалғастырамыз. Бүгінгі сабақта сіз градустық өлшемі берілген бұрышты транспортир көмегімен салуды үйренесіз. Алдымен балар еске түсірейік. Тоқтауыш сәулелер дегеніміз не еді? Анықтамасы бойынша нүктемен түзуді бөлгенде шығатын сәулелер тоқтауыш сәулелер деп аталады. Мысалы балар, бізге белгілі бір түзу берілсін, және осы түзуді нүктемен екіге бөлетін болсақ, пайда болған сәулелер толықтауыш сәулелер деп аталады. Мысалы, мына түзуімізді нүктемен екіге бөлдік, сонда ОА және ОБ деген сәулелер пайда болды. Осы сәулелерді толықтауыш сәулелер деп атайды екенбіз. Енді осы жерде балар еске түсіруге, ОБ бұрышымыз қандай бұрышты бізге еске түсіреді? Әрине бұл жазыңқы бұрыш, және біз жазыңқы бұрышты 180 градус деп айтқан болатынбыз. Жақсы, белгілеп қояйық. АОБ бұрышы 180 градус. Ал енді балар бисектриса ұғымын еске түсірейік. Анықтамасы бойынша бұрыштың төбесінен басталып, оны өзара тең екі бұрышқа бөлетін сәуле бисектриса деп аталады. Мысалы, бізге АОБ бұрышы берілсін, және О төбесінен басталып, осы бұрышты тең екіге бөлінетін ОК сәулесін жүргізсек, онда осы ОК сәулесі бисектриса деп аталады екен. Және балар бұрыштың екеуі бір-біріне тең екенін осындай кіші сызықпен белгілеп көрсетсек болады. Жазып қояйық балар. ОК дегеніміз сонымен бисектриса болды, және ол АОБ бұрышын тең екіге бөлді. Олай болса, АОК бұрышы мен КОБ бұрышы бір-біріне тең болады. Және балар бисектриса сөзінің өзінің мағынасы бойынша латын тілінен аударған кезде бис дегеніміз екіге және секо дегеніміз қиюшы деген мағынаны білдіреді екен. Ал енді балар мысал қарастырайық. Айталық, біз транспортирдің көмегімен бір АОБ бұрышын салайық, және ол АОБ бұрышымыз бізде 126 градусқа тең деп алайық. Және балар біз белгілі бір ОК сәулесін жүргізейік, және оны бисектриса деп алатын болсақ, анықтама бойынша бұл бисектриса АОБ бұрышын теңдей екі бөлікке бөледі. Олай болса, бізге бұрышымыз 126 градусқа тең екені белгілі. Енді АОК және КОБ бұрышын табайық. 126 градусты екіге бөлеміз. Сол кезде АОК бұрышы 63 градус, және дәл сол сияқты БОК бұрышы 60 градусқа тең болады. Осылайша болар кез келген есепте осы бисектрисаның қасиетін пайдаланып есепті шығаруға болады. Ал енді балалар, бүгінгі негізгі тақырыбымызға да келіп жеттік. Бұрышты транспортир көмегімен салу. Градустық өлшемі 40 градусқа тең болатын АОБ бұрышын салайық. Ол үшін бізге балалар бірінші бұрышымыздың бір сәулесін жүргізіп аламыз, және транспортирді қолданып, ереже бойынша оның төбесін транспортирдің центрына дәлдеймізде, мына сәулемізді дәлме-дәл сызғышпен бірдей етіп қоямыз. Келесі, осы транспортирден балар 40 градус таңдап алып, осы бойынша екінші сәулені саламыз балар. Сол кезде бізде АОБ 40 градусқа тең деген бұрышымыз пайда болды. Жазып қояйық. АОБ бұрышы 40 градусқа тең. Тапсырма орындалды. Ал енді балар тапсырма орындайық. Транспортирді пайдаланып, дәптерге мына бұрышты салыңыз. Бірінші, АОБ бұрышы 30 градусқа тең болу керек. Ал енді балар ереже бойынша бұрышымыздың бір сәулесін салып қоямыз, және транспортирді қолданып, бұл сәулемізді сызғышпен бірдей етіп қоямыз. Және транспортирден 30 градус тауып алып, осыған байланысты екінші сәулемізде саламыз балар. Сол кезде АОБ 30 градусқа тең бұрышымыз пайда болды. Келесі тапсырма. Екінші есеп. DEF бұрышы 40 градусқа тең. Осы бұрышымызды транспортирді қолданып саламыз. Неге бұрышымыздың бір сәулесін салып аламыз, оны транспортирдің көмегімен дәлдеп қоямыз, және транспортирдің бойынан балар 40 градус тауып аламыз да, осы жерден екінші сәулесін саламыз. Сонда бізде DEF 40 градус бұрышы пайда болды. Келесі үшінші есеп. KML 100 градусқа тең бұрышын салайық. Неге балар? Біз бірінші сәулесін салып қоямыз, және транспортирдің көмегімен транспортирдің бойынан 100 градус тауып аламыз, және соған дәлдеп бұрыштың екінші сәулесін саламыз.
Мінекей балар, бізде KML 100 градусқа тең бұрышымыз пайда болды. Келесі, төртінші есеп, FGH 175 градусқа тең. Мінекей балар, бұрышымыздың бірінші сәулесін салып қоямыз, және транспортирдің бойынан балар 0-ден бастап 175-ке дейін тауып аламыз да, сол жерден екінші сәулесін саламыз. Мінекей балар, FGH бұрыш пайда болды, және ол 175 градусқа тең. Келесі тапсырма. АОБ бұрышы 97 градус. Осы бұрыштың ішінен ОК сәулесі жүргізілген. БОК бұрышы 48 градус болса, АОК бұрышының градустық өлшемін табыңыз. Алдымен балар, біз АОБ 97 градустық бұрышын салып алайық. Ол үшін бірінші ОА сәулесін жүргіземіз. Транспортирдің көмегімен, осы транспортирдің бойынан балар 97 градус тауып аламын да, келесі, яғни ОБ сәулесін жүргіземін. Мінекей, АОБ бұрышы пайда болды. Енді маған ОК сәулесін жүргізу керек. Және ол 48 градусқа тең болу керек балар. Мінекей, БОК бұрышы 48 градус болатын болса, енді АОК бұрышын табуымыз керек. АОК бұрышын табу үшін балар, қараңыздар, мына толық АОБ бұрышынан БОК бұрышын азайтамын. Сол кезде АОК бұрышы маған табылады. Енді орнына қойып балар. АОБ бұрышы бізде бар, 97 градус, және БОК бұрышы да бар, 48 градус. Екеуінің айырымы бізге 49 градусты береді. Демек, жауабы АОК бұрышы 49 градусты береді екен. Келесі тапсырма. Сағат тілдерінің арасындағы бұрышты табыңыз. Яғни балар, өмірде қабырғада ілініп тұрған сағаттың мына минут тілі мен сағат тілдерінің арасында да әртүрлі бұрыштар болуы мүмкін. Соны өлшеп көрейік. Неге қараңыздар? Сағат тілі 1-де тұр, және минут тілі 12-де тұр. Екеуінің арасындағы бұрышты табайық. Неге балар? Мына бұрыштың төбесін О деп белгілеп аламын, және О бұрышы 30 градусқа тең деп жазамын. 30 градус бұлар қайдан шықты? Біз мынандай формула енгізейік, қараңыздар. Біздің сағатымызда барлығы 12 сағат бар. Және бұл сағатымыз бұлар қараңыздар шеңбер тәрізді болып тұр, Ал біз білеміз, шеңбердің мына толық бұрышын өлшейтін болсақ, ол 360 градусқа тең. Олай болса, мына 12 мен 1-дің арасы 1 сағат. Мен 360 градусты 12 сағатқа бөлемін, сол кезде 30 градус шығады. Демек, 12 мен 1-дің арасы 30 градус екен. Сол сияқты кез келген сағаттың арасы 30 градустан шығады. Келесі, екінші тапсырма. Сағат тура 9 болып тұр. Бұл жерде балар көзге 1-ден 90 градус екені көрініп тұр, соны дәлелдеп көрсетейік. Мінекей, төбемізді К деп белгілейміз, және осы К бұрышын табу үшін біз 360 градусты 12-ке бөлеміз, яғни әр сағаттың арасы 30 градустан шығып тұр. Ал бізде қараңыздар, 9-дан 12-ке дейін 1, 2, 3 сағат. Олай болса, 30 градусты 3-ке көбейтеміз. Демек, шынымен де мына К бұрышы 90 градусқа тең екен. Келесі, үшінші тапсырма. Сағат тура 7 болып тұр. Енді бұл жерде біз балар, мына екі тілдің арасында доғал бұрыш бар екенін байқаймыз. Осы доғал бұрышты табайық. Дәл сондай формуламен 360 градусты 12 сағатқа бөлеміз. Демек, әр сағатымыз 30 градустан. Енді қараңыздар, 7-ден 12-ке дейін 1, 2, 3, 4, 5 сағат бар. Олай болса, 30 градусты 5-ке көбейтеміз. Сонда F бұрышымыз 150 градусқа тең болады. Келесі тапсырма. Сағат тілдерінің арасындағы бұрышты табыңыз. Сағат бізге тура 10:30-ды көрсетіп тұр. Бұл бұрышымызды О деп белгілейік, және осы О бұрышының градустық өлшемін табайық. Ең басты нәрсе балар, ол сағатымыз шеңбер тәрізді деп ойласақ, онда ол толық бұрыш, яғни 360 градусты береді. Осы 360 градусты 12 сағатқа бөлсек, әр сағатымыз 30 градустан болады екен. Олай болса балар, ең бірінші бізге 30 градусты 2-ке бөліп аламыз, ол бізге 15 градусты береді. Себебі, қараңыздар, мына жерде біздің сағат тілі 10 мен 11-дің дәл ортасында тұр. Себебі сағат тура 10:30-ды көрсетіп тұр. Демек, минут тілі балар өз жолының дәл жартысын өтсе, сағат тілі де өз жолының жартысын өтті деген сөз. Олай болса балар, мына 10 мен 11-дің арасы 15 градус болады екен. Енді қараңыздар балар, біз 30 градусты 4-ке көбейтіп, оған 15 градусты қосамыз. Себебі
1, 2, 3, 4, яғни 4 толық сағат 30 градустан, және 1 сағатымыз ол жартысы, иә? Сонда жауабы 135 градус болады екен. Демек, О бұрышы бізде 135 градусқа тең. Келесі тапсырма. Сағат 5-тен 45 минут кетті. О бұрыш деп белгілейік, және осы бұрышымыздың градустық өлшемін табайық. Білеміз, 360 градус 12-ге бөлеміз. Әр сағатымыз 30 градусқа тең, және қараңыздар, бізде мына минут тілі өзінің 60 минутының 45 минутын жүріп өтті. Олай болса, 60-тан 45 деп белгілейміз, және ол қысқарады. Демек, мына минут тілі өзінің барлық жолының 4-3 бөлігін өткен екен. Ал бізге балар 45 минутын өтсе, мына сағат тілі де өзінің мына 30 градусының 4-3 бөлігін өтті деген сөз. Бірақ бізге балар өткен бөлік емес, мына ішкі жағы керек, Демек, барлық мына бөлігінің 4-3-ін өтіп кетсе, әр жағында 4-1 бөлік қалды. Көрсетейік балар. Неки, барлық бүтін бізде 4-4 болса, ол 4-3-ін өтіп кетті. Демек, әр жағында 4-1 бөлік қалды. Ал енді 4-1 дегеніміз ол ненің бөлігі балар? Әрине ол 1 сағаттың 4-1 бөлігі, 1 сағат дегеніміз 30 градус. 30 градустың 4-1 бөлігін табатын болсақ, қысқарады. Сонда жауабы 15-ке бөлсек 7,5. Демек, 7,5 градус екен балар. Енді барлығын табайық. Қараңыздар. Толықтай 30 градустан бізде 1, 2, 3 толық сағат, және оған 7,5 градусты қосамыз. Сонда О бұрышы балар жазып қойық 97,5 градусқа тең екен. Осымен балар, бүгінгі сабақта біз берілген бұрышты транспортермен өлшеп салуды үйрендік. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.